Соңғы уақытта Бота мен Шерханның қарым-қатынасы көрермендердің қызу талқылауына түсіп жатыр. Бүгін олар әлеуметтік желіде әсерлі видео жариялап, көпшіліктің назарын өздеріне аударды. Видеода екеуі қазақы нақышта киініп, ортасына баласы Жігерді алып, бірге ән айтып отырған сәттері көрсетілген. Жылы атмосфера, отбасыға тән әдемі көрініс көрермендердің жүрегіне ерекше әсер қалдырды. Алайда олардың расымен қайта қосылмағаны жайлы нақты ресми ақпарат жоқ. Соған қарамастан, желі қолданушылары бұл видеодан кейін түрлі пікір айтып, өз ойларымен бөлісіп жатыр. Көпшілік олардың қайта табысқанын қалайды және толыққанды отбасы болғанын қолдайды. Мысалы, бір көрермен, жұрт не десе де, өзіңнің жарыңмен бірге болғанға не жетсін. Ең бастысы, әр қазақтың үйінде береке мен тыныштық болсын деп жазған. Бұл пікір отбасының маңыздылығын көрсетеді. Тағы бір қолданушы, қосылсаңдар өте әдемі болар еді деп өз тілегін білдірген. Көптеген пікірлерде ең алдымен Жігердің бақыты айтылып жатыр. Бір желі қолданушысы, қандай жағдай болмасын, балаға әкесінің де, шешесінің де жылуы қажет деп жазған. Шынымен де көрермендердің басым бөлігі баланың толық отбасыда өскенін қалайды. Тағы бір әсерлі пікірде, балаларың үшін бәрін жасап жатырсыңдар. Өмірдегі қандай сынақ болса да кешіріп бірге болсаңдар, қуанып қарайтын аналар көптеп қолдау білдірген. Сонымен қатар, Ботаның ана ретіндегі әрекетін жоғары бағалап жатқандар да бар. Кейбір пікірлерде оның баласын әкесінен айырмай, жақсы қарым-қатынасты сақтап отырғаны ерекше атап өтілген. Әрине, пікірлер арасында түрлі болжамдар да кездеседі. Кейбір көрермендер олардың бірге шығуы тек контент үшін болуы мүмкін деп ойлайды. Қазіргі таңда блогерлер жеке өміріндегі сәттерді жиі контентке айналдыратыны белгілі. Сондықтан бұл видео олардың қарым-қатынасының жаңа кезеңі ме, әлде ата-ана ретінде бірге уақыт өткізуі ме, әзірге нақты айту қиын. Сонымен қатар, әзіл мен тілек аралас пікірлер де жазылып жатыр. Кейбір жанкүйерлер олардың отбасы кеңейіп, Жігер жалғыз болып қалмаса екен деген тілектерін білдіруде. Қалай болғанда да, Бота мен Шерханның бүгінгі видеосы көпшілікке жылы эмоция сыйлады. Олар расымен қайта қосылды ма, әлде тек жақсы қарым-қатынасты сақтап жүрме, оны уақыт көрсетеді. Бірақ көрермендердің басым бөлігі олардың татулығын көргісі келетіні және Жігердің ата-анасының ортасында бақытты болғанын қалайтыны анық.